Фитр садақасын кімге және қай жерге береміз? Фитр садақасы негізі кедей міскіндерге беріледі. Яғни тамағы аз, тұрмыс тіршілігі төмен отбасыларға фитр садақа беріледі. Дос жарымен жинап бірігіп берсе де болады. Осы мәселеде ғұламалар екі ауызды пікірге кеткен. Кейбір Хамбали және Малики мазхабының ғалымдары тек қана кедей міскіндерге беріледі десе, жумхур улама, көптеген ғұламалар зекет кімге беріледі, зекет қай жерге беріледі, соларға беріле береді дейді. Шариғатта білесіздер, зекет 8 орынға беріледі. 8 түрлі орынға беріледі. Ол қандай? Кедей, міскін. Кедей деген, фақыр кедейдің айырмашылығын айттық біз. Оның біреусі бір күндік тамағына зәру болса, біреусі бір күндік қана таба алатын адамды, бұларды кедей міскіндер дейді. Екінші, жолда қалған. Үшінші бұл. Жолда қалған, қарызға батқан. Төртінші, одан кейін сол зекетті жинаушыларға да бір бөлігі беріледі. Зекетті жинаушы байлардан алып кедейлерге тарқатушы, яғни амилуна алейха деген топқа, оларға да зекеттің бір бөлігі беріледі. Одан кейін жаңағы фисабилилля дейді. Алла жолына шыққандарға дейді. Бұл Алла жолында деген сөз осы түрі негізі үлкен ауқымды. Бір түрі алынып тастаған Омар ибн Хаттабтың кезінде ол түсінікті. Яғни дінге енді кіруге қызығушылық танытып жүргендерге зекет беру дейді. Олар қазір жоқ. Ол үкім осы жерде жаңа айтып кеттік. Алла жолында деген нәрседе ғұламаларымыз кең түсінеді бұл мәселені. Алла жолына не нәрселер арналып жатыр? Осы зекет берудің түріне сүйене отырып, қазіргі күнде мешіт медреселерге зекет беруге болады деген фатуа шыққан. Өйткені Алла жолында тұрған нәрсе. Және де Алла жолына деген сөз, бір адам Құран жаттауға кетіп жатса, бір адам дін оқуға кірісіп жатса, бұларға беріледі. Бір адам отанын қорғауға, соғысқа кетіп жатса, отанын қорғауға, елін жұртын қорғауға, соғысқа аттанып жатса, соған зекет беріледі. Осы тұста мешіт медреселерге фитр садақаны беруге рұқсат. Өйткені бұл Алла жолында деген түрдің бірісіне кіріп тұр. Бірінші себебі. Екінші себебі, қазіргі таңдарда мешіт медреселер мемлекет тарапынан қаржыландырылмайды. Сондықтан ғалымдар бұл нәрсеге фатуа берген. Қандай да бір мемлекетте дін іліміне, діни рәсімді өткізетін мешіт медреселерге мемлекет тарапынан қаржы бөлінбесе, зекетті, фитрді со жаққа беруге болады деген. Мынау араб елдерінде және де мынау түрік елдерінде мешіт медреселер мемлекеттің қамқорында. Ондай жерге фитр садақа зекет апарылмайды. Өйткені оны бәйтүл малдан, яғни мемлекеттен төленіп тұр. Ал мемлекет емес, садақамен тұрған мешіт медреселерге зекетті де фитр садақаны да беруге болады. Бұл осындай фатуасы бар. Ал енді мынандай сұрақ туады. Зекет мөлшеріне жетпеген адам фитр садақа беруге бола ма дейді. Мысалға, менің ондай бір 85 грамдағы артылып тұрған алтындай ақшам жоқ. 400 бір нәрсемен таза артық болу керек. Әрбір адам садақа беруге дағдылану керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Ас-садақату тадфаул бәла деді. Расында бұл садақа деген нәрсе адамның басына төніп келе жатқан жамандықтарды тосады деді. Сондықтан Рамазан айында маған фитр садақа уәжіп емес екен деп, бұл жақсы амал тастауға болмайды. Аз болса да садақа беріп дағдылануымыз керек.